Аллахым бәріміздің қайрамыңыздан Алла Тағала бүгін күнімізді берекелі етсін, хайырлы етсін. Екі жағдайда көтеріліп гимн ойнайды ғой. Біреу спорт саласында, біреу жаңағы патшалардың кездесуінде. Сол үшін бауырлар, өздеріңе деген біздің ойымыз, тілеулесіміз ерекше. Әрдайым тілеушіміз. Енді Құдай қаласа айтарымыз бауырлар, ұлт жанашырлығымызды, дін жанашырлығымызды алдына қоюға соған ұмтылып жүрсеңіздер, мынау мысырлық Мұхаммад деген жігіт бар. Өз баяғы сол 81-ден жылдардағы олимпиада ғой. Дзюдодан олимпиадаға жаңағыда финалға шығып тұр. Финалда япониялық спорт немен шығады. Екеу, енді анау кім жаңа японец, соның алдындағы полуфиналда аяғынан жарақат алып алғанда, кілемге көрін жай аяғын сілтеп басып кіріп келеді. Елдің бәрі көрді да, болды бүгін алтын Мысырға кетті, Египетқа. Болды. 100% сенімді елдің бәрі. Өйткені японец травма алған соның алдында. Екеу жаңағы күрес басталады. Күрес жұлқылап бір-бірін әдіске салып жүрген кезде, анау мысырлық ананы көтеріп әдіске салып жатқан кезде, мынау ауыратын аяқ жағына келіп тұрды, анау приема. Сөйтетті анау астына ығына жығылып, мысырлық құлай салады үшін. Анау үстіне құлай салды, болды. Алтын Японияға кетті, күміс Мысырға кетті. Кейін мына жақта жаңағы журналистер күтіп тұрады ондай мәселен. Яғынан сұхбат алып жатыр да, сен әдейі істедің, біз бәріміз көрдік. Неге олай істедің дейді. Сендер Мысыр тарихында жалпы бұндай күрестің осы түрінен, дзюдодан, сендерде болмаған алтын. Бұдан кейін де Құдай біледі қашан болады ол. Сен әдейі істедің деп жаңағы журналистер сондай мәселе көтереді. Сонда жаңағы Мұхаммад мысырлық жігіт жылап тұрып ше. Дұрыс айтасың дейді. Мен бүткіл өмірімді осыған салдым дейді. Қанша денсаулығым кетті. Оңай болған жоқ, сондай шыңға шығу дейді. Бірақ мен дінім рұқсат бермейді дейді. Біреудің жаңағыда аянышты халін пайдаланып кетіп, мен дінім рұқсат бермейді, әйтпесе мен өзім алғым келіп тұр дейді. Ал бірақ жігіт жылап тұрған жерде. Сонымен эфир сол аяқталған. Кейін бірнеше уақыттан кейін жаңағы Япония мемлекеті жаңағы мысырлық жаңағы Мұхаммад деген жігітті арнайы шақыртады. Жаңағы самолетте кәдімгідей қызыл дорожкамен кәдімгі патша күткенде күтіп алады ана кісіні, президент бүткіл халық болып, риза болып, сөйтіп жаңағы жігітке Японияның құрмет азаматын берген. Енді бір қызығы Япония мемлекетінде содан кейін көптеген жапондық жастар дінді қабылдапты. Әлі күнге шейін Жапония мемлекеті ислам дінін жақсы көреді екен. Жапонияға барып келген жігіттер айтып жүр. Көп намазға ашып тастаған. Мұсылмандарға деген көз қарастары олар Японияның өте керемет дейді. Сондағы жаңа өздерінің сияқты бір спортсменнің жаңағыдай істеп тұрған көргендері ғой. Одан кейін айтарым, мынау салауат айтып тұрыңыздар. Салауат же. Жақсы болды, мында бір тәсіптер ыңғайлы болды, басып жүре бересің дейді. Баяғыда салауат қылашында 99 тәсіп алмайсың да қолыңа. Ыңғайлы мәселеде дейді, басып жүре беруге. Өйткені Құрандағы аят салауат айту. Алла Құранда айтқан, расында Алла оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Иманға келгендер, сендер де салауат айтыңдар дейді. Жаңағы сол жарысқа баратқан кезде де, келе жатқан кезде де арасында айтып жүріңіздер салауат. Мыңнан түсірмей өзіңізді қойып алыңыздар да, бүгінгі нем мыңнан түспейін, айтып тастайын деп. Сол салауат айтып жүріп, сөйтіп жарысқа шығып жүрсеңіздер, онда шайтан азыға алмайды сіздерді, жаман ой салмайды. Сол салауаттың баракатымен жаңа Мұхаммед Али секілді дінге сондай бір жанашыр, сондай бір жақсы жағыңыз дамиды дегенім ғой. Өйткені қазір қарап отырсаңыздар, шын керек қазір заман өте қиын. Жан-жағың бәрі фитна. Сіздердің орталарыңыз мүлдем басқа ғой. Сол ортадан сіздерді былай құтқаратын салауатта ол нұр. Кім пайғамбардың атын көп айтып жүрсе, Аллахумма салли аля Мұхаммад деп,
нұрдың ішінде жүреді. Сол нұр, көз, тіл деген бар, білесіздер ғой, қазір елдің бәрі қарап отыр өздеріне мысалға да, ой, міне батырлар шығып келе жатыр, Аллаға шүкір. Бірақ көз, тіл деген бар бауырлар. Жаңағыдай үйден шығатын кезде күнделікті 2 мәрте аятыл курсиді 2 мәрте оқыңыздар, өзіңізді дем салып, кейін жаңағыдай салауаттарыңызды айта жүрсеңіздер, Құдай қаласа, Шапкат, Құдай қаласа, онда жаңағыдай Алланың назарында боласыңдар. Сол себепті Аллаға шүкір, Алаштың туының астында міне батырлар қазір бас қосып осындай әдетіміз бар. Бүгінгі сол сәт сіздерге бұйырған екен, Құдайға шүкір. Солай қабылдаңыздар. Айтары осы неден қайтпаңыздар. Осы қарапайым болып жүрулеріңізден, Шапкат, бауырым, молодец. Жаңағыдай неміз бөрікті киіп алып шыққан кезде арқамыз қозып тұрады да, міне қазақтың батыры деп. Онда рұқсат болса, мынау Шапкат Рахманов бауырымызға мына сертификат Умран қажылығы Алаш Тревелдің атынан бауырым. Ал бауырым, құтты болсын. Алла мына Кабаға шақырған екен. Дәл сондай сертификат мынау Асу Алмабаев бауырымызға. Ал бауырым, құтты болсын. Ай, бәрекелді. Тамаша.